ой ашылмай қалды. Құрметті оқырмандар, бүгін біз кітапханамызға қызықты саяхат жасаймыз. Кітапханамыздың ерекше бөлімдерінің бірі сирек қорлар бөлімінен бастаймыз. Ал ендеше бірге тамашалайық. Қазір біз сирек қорлар бөліміндеміз. Бұл жерде қарапайым кітаптар емес, сирек әрі ерекше кездесетін кітаптар сақталады. Ал ендеше әрқайсысына жеке тоқталып өтейік. Кітапханамыздағы ең үлкен кітаптардың бірі Құран. Бұл даналық және қасиетті кітап Дамаскіде жарық көрген. Оның басылымы хижра жыл санауы бойынша 1434 жылға сәйкес келеді. Ал мынау кітапханадағы ең кішкентай кітаптардың бірі. Бұл Лениннің «Как организовать соревнование» кітабы. Мәскеуде 1987 жылы басылып шыққан. Ені 5 см, ұзындығы 6 см ғана. Алақанға сыйып кететін бұл кішкентай кітап көпшіліктің қызығушылығын тудырады. Достар, кітапханамыздағы ең көне кітап қай жылғы деп ойлайсыздар? Бұл Мигель де Сервантестің Дон Кихот кітабы. Бұл 1757 жылы Франкфурт қаласында жарық көрген кітап. Бұл хижра жыл санауы бойынша жазылған ең көне қолжазба, Шатабия қолжазбасы. Шатабия қолжазбасы араб тілінде жазылған. Шығарманың авторы ислам ғылымы Аш-Шатаби. Қазіргі уақыт хижра жыл санауы бойынша 1425 жылға сәйкес келеді. Міне достар, бүгін біз сирек қорлар бөліміндегі ерекше кітаптармен таныстық. Әр кітаптың өз тарихы, өз құндылығы болады. Кітаптар бізді өткен өмірмен байланыстырып қана қоймай, тың ойлар мен білімге жетелейді. Сондықтан кітап оқуды өміріміздің бір бөлігіне айналдырайық. Себебі кітап білімнің, рухани дамудың қайнар көзі.